Қаламыздағы жалғыз қазақ басылымы Отарқа газетінің Балдәурен атты қосымшасы биылғы жылы жеке газет болып бөлшек саудаға түскен болатын. Міне осы Балдәурен газетінде қаламыздағы қазақ мектептерінің шығармашылыққа икемі бар талантты балалары газеттің шығуына, сондай-ақ әрі қызықты, әрі тартымды болып шығуына үлкен үлестерін қосуда. Сондай-ақ бұл газетке Екібастұз аймағындағы ауылдардың да балалары өздерінің сөз жұмбақ, мақала ертегілерін жазуда. Міне бүгінде осы Балдәурен газеті кішкентай оқырмандардың асыға күтетін сүйікті газетіне айналып отыр. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі біздің хабарымыздың қонақтары да осы балаларға арналған Балдәурен газетінің жас тілшілері. Міне жалпы бұл газеттің жұмысы жайында Отарқа газетінің жауапты хатшысы, сондай-ақ осы Балдәурен газетінің ұйымдастырушысы Сая Молдаевқызы әңгімелейді. Біздің Отарқа газетінде жалпы спорт деген бір сиқыр, әдебиет әлемінде деген беттер бар. Бұдан басқа да адам қоғамдағы қыз-келіншектерге арналған арай атты бет, содан кейін жастарға арналған жалын деген беттер бар. Осыдан 1-2 жыл бұрын болу керек, біз осы жас оқырмандарымызды газетке тартайық деген мақсатпен балаларға арналған Балдәурен атты бет ұйымдастырып жүрген болатынбыз. Бұл Балдәурен менің ойымша енді ата-аналардың, мұғалімдердің ең басты балалардың өздерінің көңілдеріне шығып, ұнағаннан кейін сондай-ақ өздері хат жазып, мақалаларын әкеліп, өлең шығарып жүргеннен кейін осы Балдәурен қосымшасын солардың талап-тілектері бойынша жеке шығаруға тырыстық. Сөйтіп биылғы жылдың ақпан айынан бастап осы Балдәурен газеті Отарқа газетімен бірге басылып шығып, жеке жаңа мектептерге, ауылдарға таратылды. Бір қуанарлық жай, тек қана қала мектептерімен ғана емес, сонымен бірге ауылда жүрген балалар, ауыл мектептерінің балалары да осы Балдәуренге қалам тартып, өзіміз көптеген талантты балаларды таптық. Сондай-ақ біздің газетке Балдәуренге жаңағы үлкен кісілер де сайлауымыз барғы сынды аталарымыз да ертегілер жазды. Жалпы көпшілік болып әсіресе мектеп оқушыларының мұғалімдері осы газеттің таралуына, қызықты, мазмұнды шығуына көптеп атсалысты. Мен әсіресе 18-ші мектептің директоры Галина Есенбайқызына, сол мектептің қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімі Күләнда Жанғабылқызына үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені осы Балдәуренді ұйымдастыру барысында біз қазақ мектептеріне хабарласқанда көптеген жаңа мектептерден балалар келді. Солардың ішінде ең көп осы Балдәуренге атсалысқан жаңа 18-ші мектептің оқушылары. Олардан айтып өтетін болсам, Айбек Қуандық, Еркебұлан Рахымжан, Дамира Қазығұлова, Гүлнұр Насыр арасында талантты балалар үнемі осы газеттің жақсы мазмұнды шығуына атсалысты. Сондай-ақ енді басқа мектептердің де бар. Балдәуреніміз Баянауыл жаққа тарады. Басқа Ақтоғай ауданындағы ауылдарында таратушылар болды. Ендігі алдағы уақытта қыркүйек айынан бастап бұл Балдәуренді тағы да осылай бөлшек саудаға түсіріп, балалардың арасында таратпақпыз. Біздің енді ылғи осы Отарқа газетіндегі Отарқа газетінің редакторының орынбасары Жасбек Жәлелұлының осы Балдәуренге жазып берген мынандай бір тамаша өлеңі бар. Балалы сөйлеу қиял ғажап ертегі, сөз жұмбақтар, қара сөздің көркемі, балдай тәтті балақайлар сендерге, Балдәурен мен әдемі сыр шертеді. Менің ойымша бұл осы өлең бәрімізге ұнас. Мен осы Балдәурен бетіне беріп жүрмін. Енді балалар алдағы уақытта осы газетке жазып, хабарласып, өздерінің жаңағы кішкентай болса да өздерінің балалық қиялдары бар, проблемалары бар, солармен келіп бөлісіп, мақалаларын жазып отырса, атсалысса, көптеген талантты балалар іздеп тапса, құлақ көрсең көзін аш деген, олардың жаңағы талаптарын ұштаса, мінекей біздің бір үлкен іс тындырғанымыз деп ойлаймын. Енді сөзінің соңында 28 маусым баспасөз күнімен өзімнің кішкентай тілшілерімді құттықтап, мықты денсаулық тілеймін, бақыттар баянды болсын, армандарына жетсін, талаптары ұштала берсін. Балдәурен газеті маған бұрыннан ұнайтын. Өзі Отарқа газетінде бірге болып шығып жүргенде де мен бірыңғай алып оқитын.
Осы ақпаннан бастап біздің мектептің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Күнәнді Жанғабыловна бізді осында алып келді. Мен содан бастап Балдәуреннің шығарылуына да таралуына да көп атсалыстым. Мен өзім көп мақалалар жаздым. Балалардан да мақалалар жинап, оларды Балдәурен газетіне шығарттым. Әсіресе біздің мектептің балалары жақсы атсалысты. Осы Балдәуреннің бір нөмірінде 2 бет нөмір 18 мектепке арналды. Онда директорден сұхбат алынып, және кітапханашы апайдан да сұхбат алынып жазылды. Балаларға айтатыным, балалар, Балдәуренді оқыңдар, өздеріңде жазыңдар мақалаларыңды, қазақ тілінде оқыңдар. Өмірімді осылай, арғы өмірімді Балдәуренмен жалғастырамын ба деген ойым бар. Және де Отарқанның тілшілерін және Балдәурен газетінің жас тілшілерін мерекемен құттықтап, мол бақыт, зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Бізде осы Балдәурен газетінің жас тілшілерін мерекелерімен құттықтап, оларға шығармашылық табыс және шаңырақтарын биіктеп, оқырмандарын көбейе берсін дейміз.